Баршаңызға ассалаумағалейкум. Демократиялық партия белсенділері референдумда талап қойды. Бүгін 5 маусым күні Қазақстан бойынша референдум басталды. Референдумда қазақстандықтар Конституциядағы түзетулердің болу не болмауына дауыс береді. Азаттық мәліметінше, тіркелмеген демократиялық партия белсенділері Аружан Дүйсебаева және Инга Иманбай Сәтбаев университетіндегі референдум учаскесіне келіп, Жанболат Мамайды босатуды талап етті. Жүздеген қазақтың сұрауы жоқ па? Осы күнге дейін қаңтар тізімі жарияланған жоқ, қазақ қой емес. Тоқаевқа жазған екінші талабым, қаңтар тізімі жариялансын. Бүгін референдум өтеді. Демократияны бастаймыз. Бірақ демократиялық елде саяси тұтқындар болмайды. Саяси тұтқындарды босатсын, онсыз бүгінгі референдумның мәні жоқ, деді белсенді Инга Иманбай. Ердоған президенттік сайлауға үміткер ретінде ұсынылды. Түркиядағы билеуші Әділет және Даму партиясы, ПСР, Режеп Тайып Ердоғанды 2023 жылдың жазына жоспарланған президенттік сайлауда Халықтық альянстың кандидаты ретінде ұсынды. Түркияда президенттік және парламенттік сайлау 2023 жылдың маусымына жоспарланған. Оппозициялық партиялар әлі өз кандидаттарын атаған жоқ. Сонымен қатар, 6 оппозициялық партияның блогы мерзімінен бұрын сайлау өткізуді талап етуде. Күзге дейін қант бағасы 15%-ға қымбаттайды, сарапшы. Қазақстанда қант бағасы әлі қымбаттайды. Energyprom сарапшылары күзге дейін шекер құны тағы 15%-ға өсетінін айтты. Қант бағасы бір жылда 65%-ға көтерілген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 3,5 есеге көп екені айтылды. Әлеуметтік дүкендердегі қанттың бір келісі 500 теңгеден сатылып жатыр. Басқа сауда нүктелерінде 700 теңгеге дейін жеткен. Сарапшы Кирилл Павлов Үндістан қант экспортына тыйым салғанын айтып, күзден кейін ғана қант бағасының арзандауы мүмкін екенін жеткізді. Күз нағыз шаруа мен егістіктің кезеңі. Биылғы өнім сол мезгілде қайта жинала бастайды. Сонда ғана баға түседі. Ал оған дейін тағы 15%-ға көтеріледі деп болжап отырмыз. 24 және 25 мамырдағы бағаның құбылуына да өзіндік себептер бар. Үндістан қант экспортына тыйым салды. Ол әлемдік 5 ірі экспортерлердің бірі. Жаһандық логистикадағы қиындықтар да саудаға кері әсерін тигізді, деді Павлов КТК арнасына берген сұхбатында. Қазақстанның қарулы күштері жазғы оқу-жаттығуға кірісті. Қазақстанның қарулы күштері жазғы оқу-жаттығу жиындарын бастады. Қазір әскерилер тактикалық саптық дайындықтарын пысықтап жатыр. Тактикалық сабақтарда дағдарыстық жағдайларды жою және төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету кезіндегі іс-қимыл, әрекет ету мәселелері де қамтылады. Астана телеарнасының мәліметінше, бүгін қарулы күштер бас штабының жауынгерлік департаментінің бастығы Дәулет Оспанов әскери қызметшілердің даярлық жоспарымен және оқу кезеңінің тапсырмаларымен таныстырды. Биылғы оқу-жаттығудың ерекшелігі әлемдегі геосаяси жағдайға байланысты даярлық бағдарламасына тағы бірнеше ұрыс әдістері енгізілген. Сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттарымен күресудің әртүрлі тәсілдерін игеруге де көп көңіл бөлініп жатыр. 1 маусымнан 5 маусымға дейін тактикалық саптық сабақтар өтеді. 6 маусымнан бастап бөлімшелер мен бөлімдер жоспар бойынша сабаққа кіріседі. Ерекшелігі бұл жазғы дайындықтың мына қазіргі Сирия, Таулы Карабах, Украинадағы ұрыс әдістерін өзімізге қолданып жатырмыз. Департамент бастығының айтуынша, Қазақстан әскері жазғы жиында аяқтағасын 7 бірдей халықаралық армия ойындарына қатысады деп күтілуде. Оның 3-і ел аумағында өтсе, қалған 4-і Ресей, Әзербайжан, Арменияда болады деп жоспарланған, деді Оспанов. Тоқаев қаңтар оқиғасындағы 20 мың террорист туралы пікір білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтар оқиғасына 20 мың террорист қатысқаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді. 20 мыңға келсек, бұл көрсеткішті құқық қорғау органдарының бұрынғы басшылары келтірген, бұл бүкіл елге қатысты. 13 қалада бір мезгілде қоғамдық тәртіпті бұзу мақсатында билікке қарсы бандиттік шабуылдар жасалғанын білесіздер. Қазір 5 мың қылмыстық іс қозғалды, 500 қылмыстық іс сотқа жолданды, деді Тоқаев. Президент елде қайғылы қаңтар қайталанбайтынына сенімді екенін айтып, оның кепілі бүгінгі референдум екенін жеткізді. Бұл, біз осы қайғылы істі өте мұқият зерттеп жатқанымызды көрсетеді. Жоғарыда айтқанымдай, елде қайғылы қаңтар қайталанбайтынына сенімдіміз. Ал оның кепілі бүгінгі референдум.
Тиісті сабақ алдық деп қосты мемлекет басшысы. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.